тағы бір мәселе, жалпы Сырнаймен көбіне көп халық әндері, Майраның, Нартайдың әндері орындалады. Сырнайға арналып жазылған заманауи әндер жоқ секілді. Әлде мен қателесем бе? Осы әнді орындашы деп маған тікелей композиторлар тапсырыс беріп осыны орында деп жатқан жоқ. Бірақ Кентау Назарбеков ағамыздың «Үш бақытым» деген әні, енді ол бұрыннан да орындалып, домбырамен орындалып жүрген ертеректе шыққан ән, бірақ сол композитор өзі бірден тапсырыс беріп, осы әнді сен Сырнаймен орындасаң қалай болады, орындап көрші, бұл басқаша болып көрінетін сияқты деп, өзі бірден осы әнді берді. Енді мен оны орындадым, ешқандай жаман орындалды деп композитордың өзінің пікірін естігем жоқ. Күні бүгінге дейін менің репертуарымда ол ән. Енді осылайша өздері ұсыныс жасап, осы әнді орындасақ екен деп жатқан композиторлар болса, менің ешқандай қарсылығым жоқ. Жолдасым да менің композитор, әндер шығарады, жаңағы біраз әндері бар. Осы дәстүрлі формада, эстрадалық бағытта әндері бар. Сол жаңағы Медет ұлдарыңыздың да «Ән дәурен» деген әні ең бірінші осы Сырнайдың сүйемелімен шықты десем болады. Ендеше сол әнді бір тыңдап, бүгінгі бағдарламаны жалғастыра отырайық. Балығын шағын келтірген аққу қаздай өлінің сәні усамда қанат Болудың саған ән дәурен, ал дәурен, сал дәурен, ол сен аңсаймын. Бәрекелді.